Мама, бүгін менің 3 заказым бар ғой. Бір емес, екі емес, 3 заказды бір күнге алып алғансың ғой. Мә, енді қалай үлгерем деп асығып тез Теміртауға келіп болттарын алып, енді бір емес, 3 фотозона болғаннан кейін заттары түгел емес, солардың бәрін түгелдеп тойханаға қарай жол тарттым. Тойхана депін ғой, Дубай деген ресторан. Дубай десе Дубай екен. Енді іші күшті, оформлениясы, обстановка бәрі ашық далада отыратын сондай 3-ші этажы, сондай жер екен. Бүгін осы Дубай ресторанында Амира деген қыздың, кішкентай қыздың 1 жасқа толу туған күні болады. Соған оформлениеге мамасы заказ берген, Мольбертке заказ берді. Бұл жерде фотозона болғанда, кішігірім фотозона, осындай единорогтар болады. Сосын кейін розовый цветтерменен комбинировать етіп, әдемі фотозона жасайтын боламын. Қазір мына заттардың барлығын ресторанға кіргізіп, 3-ші этаждың бәріне шығарып, комментарийде осы халаты мен орамалымды барлығы сұрап жатыр екен. Бұл халатты орамалды кәдімгі Жайма базардан алғамын. Сарыағашта өзімізде ашық базар бар, сол жерден алғамын. Өте арзан, еще удобный ғой. Бірақ көбісіңіз жазыпсыздар, қабақта көрсетеді екен сізді деп. Одан кейін тағы да бір комментария көзім түсіп кетті. Неге шалбар киіп, удобный киім киіп алмайсыз деп. Маған осы киімде удобный негізінде ше. Шалбар киіміне не юбка, жаңағы көйлек киіп аласыз, үнемі біртүрлі далбаңдап деп. Жаман жазыпты ше комментарийға. Ол комментарийді оқып кәдімгі біртүрлі болып қалдым, ойбай деп. Сіздер мен үшін уайымдамаңыздар, маған көйлекте де, халатта да, юбкада да ыңғайлы, өзіме удобный, сондай киімдер киіп алғамын. Бүгін негізі офлайн 2 шәкіртім келген Жетісай қаласынан. Бүгін уже офлайн оқуымыздың 2-ші күні, 1-ші күні полный теория болды. Үйреттім, көрсеттім, вазу шарларды көрсеттім. Енді бүгін менің сол 3 заказыма да осы кісілер қасында жүріп, көріп, үйренетін болады. Ол кісілерде осылай бөпелермен келген ғой, Жетісай қаласынан өздерінің көліктерменен. Екеуінде де бөпе бар. Кәдімгідей ана жерде бөпелеріне қарамастан анандай жанып тұр да, жұмыс істегісі келіп, декретте отырғанына қарамастан. Баланы сылтауратып үйде отыратын қыз-келіншектерге осы пример болсын сіздерге. Балаңызбен қарасаңызшы, қалай Жетісайдан баласымен келіп, оқып, үйреніп, енді заттарын алайын деп отыр да. Жұмыс істеймін, ақша табам, табыс табам дейтін адамға ештеңе кедергі емес, негізінде біз әйелдер мықтымыз. Так что давайте сіздер де келіңіздер, онлайн, офлайн оқытып жатырмын. Қазір жеңілдік беріп жатырмын курстарыма. Бүгінгі фотозонамыз осылай нежный цветтерден, розовый, ақ и кремовый цветтерден араластырып, осылай комбинировать етіп, мольбертке осы шарыл қоятын боламыз. Осылай оформлениені бәрін жасап, кейін біткеннен кейін клиентке суретін жібердім, дайын болды деп. Ол кісілер әлі келмеген еді, маған Каспий Голдтан қалған сумасын лақтырып жіберді. Ал енді осы туған күн біткеннен кейін, осы арқасында тұрған темірін, одан кейін единорогтарымды алып кететін боламын. Клиентке тек қана шары и мына Амира деген жазуыменен домалағымыз ғана қалады. Қалған заттардың барлығы многоразовый алып кететін боламын. Негізі шар бизнесі көп адам қиын шығар, істеп кете аламын ба, қалай болады, не болады деп кәдімгідей қорқа береді. Бірақтан техникасын білсеңіз, оңай. Осындай мольберттерді негізі көбінесе осындай кафелерге, үйлерге заказ береді. Кішігірім, бірақ әдемі фотозона шығады. Сондықтан үлкен тойханалар болса, үлкен кәдімгі баннермен заказ береді, ал кішігірім үйде немесе кафеде болатын болса, осылай мольбертке заказ береді көбісі. Осылайнан үшеулеп жүріп, мольбертімізді, фотозонамызды бітіріп, қайттық. Клиентке қатты ұнапты, рахметін айтып, алғысын айтты. Өзіме де қатты ұнады, шәкірттеріме де ұнады. Сіздерге қалай ұнады ма, ұнаса лайк басып, комментарийға жаза кетіңіздер.